Құн төленді. Күнәләрің алқызыл болса да, рахым етіп, сендерді қардай аппақ қыламын. Қылмыстарың қан қызыл болса да, сендерді кешіріп, әппақ жүндей ағартпақпын. Ишая пайғамбар жазбасы 1-ші тарау 18-ші аят. Иса бізге мінәжат етуді үйреткен кезде, көктегі әкемізден кешірім сұрау керектігін айтты. Көктегі әкеміз бізді кешіру үшін, біз өзіміз бізге күнә жасағандарды кешіруге тиіспіз. Ал борышты кімнің төлейтінін біледі. Ол айқышта тұрған кезде енді түгел орындалды деп айтты. Күнәнің құны төленді. Ешқашан өзгермейтін кейбір ақиқат бар. Сол ақиқаттың бірі сіздің кешірілгеніңіз. Егер сіз мәсіхті қабылдаған болсаңыз, сіздің күнәләріңізді Құдай көрмейді. Ол өзінен гөрі сізді жақсы көреді. Бұл сіздің өміріңіздегі таңғажайып ақиқат.